қыруар қаржыны оңды солды шашып, пайдасы жоқ бастамаларға жұмсауды доғару қажет. Әкімдер республикалық бюджеттен берілетін түрлі дотацияға сеніп отыра бермеу керек. Масылдық ұғымнан бір жола арылу қажет. Жергілікті билік өкілдері табысты көбейту үшін белсене жұмыс істеуге тиіс. Бюджет қабылданатын кезде қанша жұмыс орны ашылады, жеке инвестиция тартыламы, бизнестің дамуына қандай жағдай жасалады, қанша салық төленеді деген сауалдарға нақты жауап берілу керек. Күрішті көрмектен ажырата білуге қажет. Бұл барлық деңгейдегі әкімдер мен мәслихаттар депутаттары ең алдымен мемлекет мүддесіне қызмет ететін бір ұжым, бір команда деген сөз. Барлық аймақтың мәслихаттары мен әкімдіктері бірлесіп, бюджеттің әр теңгесінің ел игілігіне жұмсалуын қамтамасыз етуге міндетті.